Сәлем достар, бүгін сіздерге самсаның рецебін жасап көрсететін боламын. Ол үшін ең бірінші нанымызды елеп аламыз. Барлық пропорцияны видеоның астына жазып қалдырып кеттім. Бұл үгілмелі жаңағы дрожжы қосылған қамыр болып есептеледі. Осылай нанымызды елеп аламыз. Нанымызды бұқтырып қоямыз кішкене бір 15-20 минутқа. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына мен тауықтың төс етін қолдандым. Және жуамызды турап, өстіп дайындап аламыз. Бәрін 4 бұрыштеп турайсыздар. Дәмдеуіштер қосасыздар, дәміне қарай. Салмасын турап дайындап алғаннан кейін қамырды 60 граммнан бөліп аласыздар. Самсаны осылай домалақтап жайып, өздеріңе ұнайтын форманы жасайсыздар. Мен 2 түрлі формамен жасадым. Осы видеодағындай көріп тұрғандай жасасаңыздар болады. Сап алған самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп әлейсіздер. 180 градуста 30-35 минут піседі. Әркімнің духовкасы әрқалай, кейбіреуінде 40-45 минутта пісуі мүмкін. Міне самсаларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.